Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып People's Book кітабындағы Professions тақырыбын, яғни 56 және 57 беттерді өтетін боламыз. Бірінші бізде оқушылар Exercise number 16 Listen and repeat. Жаңа сөздер бар оқушылар, тыңдап қайталаңыздар және сәйкестендіріңіздер. Яғни бұл жерде оқушылар мамандық иелерін суреттермен сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші мысалға computer programmer, бізде яғни программист, компьютер программисті, ол бізде A суретінде көрсетілген. Екінші mechanic, ол бізде оқушылар механик, I суретінде көрсетілген. Үшінші nurse медбике, H суретінде. Төртінші electrician, электрик, ол бізде C суретінде көрсетілген. Shop assistant, D суретінде, яғни дүкен сатушысы. Келесі news reporter, репортер, F суретінде. Waitress, яғни даяшы, E суретте. Келесі photographer, фотограф, G суретінде. Dentist, тіс дәрігері. Және соңғы architect, яғни сәулетші, B суретінде көрсетілген. Келесі 17-ші жаттығу read and complete, оқы және толықтыр деген. Яғни оқушылар бізде қандай мамандық иесі екенін табуымыз қажет. Екінші сөйлемнен бастайық. Әсел works at a hospital. Әсел ауруханада жұмыс жасайды дейді. Ол бізде оқушылар медбике болады. She is a nurse деп жазамыз. Үшінші I can design computer games. Яғни компьютер ойындарының дизайнын жасай алам дейді. Ол бізде computer programmer, яғни компьютер программисті. Төртінші Kanat works at the TV station. He's a news reporter деп жазамыз, яғни репортер. Бесінші My sister works at a cafe. Менің әпкем кафеде жұмыс жасайды. She is a waitress, яғни ол даяшы. Соңғы алтыншы Mr. Aronov designed our house. Мистер Аронов біздің үйіміздің дизайнын жасаушы дейді. Ол бізде he is an architect деп жазамыз, яғни ол сәулетші екен. Келесі exercise number 18 listen and match. There is one extra job. Оқушылар бұл жерде тыңдағым тапсырмасы және де бұл жерде бір артық, яғни қажеті жоқ жұмыс түрі бар дейді. Okay everyone, let's talk about different jobs. Simon, what would you like to be when you grow up? A dentist, miss. That's great, Simon. How about you, Tina? I know that your dad is a mechanic. Would you like to be a mechanic too? No, miss. I want to be an architect. I like the idea of designing houses. Good for you, Tina. Bob? My brother wants to be a computer programmer, but I would like to be a photographer. I love taking pictures. I would like to be a computer programmer, miss. I love computers. That's great, Kelly. And how about you, Nick? A news reporter, miss. I'd like to work at a TV station one day. Келесі бізде енді оқушылар ереже бұл жерде қарап тұрғандарыңыздай, мысалға бізде етістіктер берілген. Мысалы tall ұзын, taller ұзынырақ, tallest өте ұзын. Яғни бұл жерде салыстырмалы шырай және де күшейтпелі шырай көрсетіліп тұр. Егер де біз салыстырып тұрған болсақ, taller ұзынырақ, tallest болса ол күшейтпелі өте ұзын дегенді білдіреді. Мысалы big, bigger, biggest. Easy болса ER-пен алып кетеді. Easier, easiest. Good, better, best болады. Ал bad, worse, worst болады. Енді осы ережеге қатысты жаттығу орындайық. Оқушылар exercise number 19 look, read and complete. Ендеше оқып толықтырайық оқушылар. Екіншіден бастайық. Бұл жерде екінші сөйлемде былай деген. This is Mr. Harris. He's a mechanic, but he's got the slowest car in the world. The slowest деп жазамыз. How funny. Бұл мистер Харрис, ол механик, бірақ та оның әлемдегі ең жай жүретін көлігі бар дейді. Қандай қызық дейді. Үшінші. This is Mrs. Smith. She lives next door to us. She's the kindest nurse of all. The kindest деп өзгертіп жазамыз. She always looks after the people when they are sick.
яғни ол өте мейірімді деген мағынада айтып тұр бұл жерде. Келесі, Mrs. Carmen lives opposite my house. She's a waitress and her cafe sells the tastiest cakes in our village. What's the tastiest деп жазамыз. Келесі соңғы, look at Mr. Young. Mr. Young is an architect and so he has got the biggest house in the village. Wow, the biggest деп жазамыз. Яғни өте үлкен үйі бар осы ауылдағы ең үлкен үй деген мағынада айтып тұр. Күшейтпелі шарайда.